Баршаңызға сәлем. Достар, біз бүгін осындай жұмсақ болып пісетін батон нандарын пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Мынау ыстық түрі, ал мынау кесілгеніміз салқындаған түрі. Негізі салқындатып кессеңіздер өте әдемі шығады. Ал бисмиллах деп суымызды құйып, оның үстіне сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып алып, одан кейін ерітілген сары майымызды саламыз. Сливочный маслоны ертіп салдым. Одан кейін дрожжімізді салып, жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін електен өткен ұнымызды 2-3 бөлікке салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақ контентінің дамуына аз да болса үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздермен пайдалы ақпараттермен бөлісе отырамын. Бізде осындай қамыр шығады. Жұмсақ қамыр шығады бізде. Осылайынан жақсылап отырып қамырымызды илеп алатын боламыз. Көп илей берсеңіздер, өзі несін алып қалады. Осындай жұмсақ, жабысқақ қамыр болады бізде. Үстінен азғантай май құйып, және қамырымызды илейтін боламыз. Одан кейін қамырымызды 1-2 сағатқа дәл осылай маймен араластырып, 1-2 сағатқа ашытуға көтерілуге жіберетін боламыз. Біздің қамырымыз ашып шыққаннан кейін қараңыздар, қандай өте әдемі көтерілген, қолға жабысады әлде. Бізде осындай 2 зуалы шығады. Екеуін ортасынан қамырымызды бөліп алатын боламыз. Жабысқанынан қорықпаңыздар. Арасы толық пісетін болады бізде. Осылайынан 2-ке бөліп алып, біраз қойып қоятын боламыз. Одан кейін ұн сеуіп жібереміз. Азғантай ұн сеуіп, жаңа қамырымызды қойып, қолдың көмегімен осылайынан жаятын боламыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек бізде. Орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Мінекей, осындай болса жеткілікті болады. Мән береміз осы жеріне, осылайынан қайтарып басып шығатын боламыз қамырымызды. Әр ораған кезде осылай істеп отырасыздар. Сол кезде қамырымыз ашылмайтын болады. Арасы піскен кезде ашылып кетпейтін болады. Өте әдемі болып шығады бізде. Осылайынан орап, ақырында бір орап алып, колбаса тәрізді қылып, және осылайынан жабыстырып шығатын боламыз. Бас жағында дәл солай қылып жабыстырып алатын боламыз. Дәл осыны және мен духовкаға жіберетін болам. Пергамент қағаздың үстіне қойып, противнімізге дәл осыны, дәл осылай бір 20 минутке духовкаға салып алатын боламыз. Мінекей бізде көтерілді. Одан кейін осындай пышақтың көмегімен, алмастың көмегімен болса да болады. Осылайынан кесіп духовкаға жіберетін боламыз. Өте әдемі шығады. Ал мінекей бізде осындай сұлулық шықты. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бізге ас болсын.